Барлығы 9 адам тұрған бір бөлмелі времянкадан басталған болатын. Сол сәтте депрессияда жүргенім соншалық биіктен секіргім келген сәттер болды. Бірақ мен ондай әлсіз емеспін. Кішігірім кәсіп ашып еңбек еттім. Біраз ақша жинап продюсермен жұмыс жасадым. Шәкірт оқыттым, эксперт ретінде жан-жақты тани бастады. Бірақ яғни продюсерің қашан береді ақшаны? Ер адам ғой енді сөзінде тұрып беретін шығар. 4 ай болды қашан береді? кейде барлығы сен ойлағандай болмайды екен. Осы кезде тек сырласым өзіме өзім ғана болдым. Нағыз кәсіпкердің әдетін қалыптастырдым. Продюсерден кетіп, команда құрдым. Тоқтаусыз әрекет еттім, сендім, Аллаға сендім. Өстім. Нәтижесінде Алло, жаным, квартира алдық. айтарым шектеулер мида ғана. Адамның қолынан барлығы келеді.